Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Біздің брифингіне қош келдіңіздер. Аптадағы негізгі шараларға қысқаша тоқтап өтуге рұқсат етіңіздер. Осы аптаның басты оқиғасы бүгін Астана қаласында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен өткен трансформациялау форумы. Форумның мақсаты қазіргі уақыттағы біздің елдің негізгі міндетін болатын әлемдік бәсекеге қабілетін 30 елдің қатарында кіруге іске асырудағы Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры компаниясының топтарын трансформациялау. 7 қазанда форум аясында Назарбаев университетінде әлемнің алдындағы қатарлы сарапшыларының бірі Адизес Ицхак институттың бас директоры Кальдерон Адизес трансформациялаудағы әлемдік тәжірибе тақырыбында дәріс оқиды. Президенттің баспасөз қызметінің ақпараты бойынша 8-9 қазанда мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Бельгия корольдігіне жұмыс сапары орын алады күтіледі. Сапар барысында осы елдің және Еуропалық комиссиялық басшылығымен бірқатар кездесулер жоспарланған. 10 қазанда Қазақстан Республикасының президентінің тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдері мемлекет басшыларының кеңесінің кезекті отырысында қатысу үшін Минск қаласына барады. Парламент бағыты бойынша 6 қазанда Мәжіліс экономикалық реформалар және өңірлік даму жөніндегі комитетінің бөлшек сауда саласындағы кәсіпкерлік дамыту мәселелері туралы отырысы өтеді. 7 қазанда Мәжілістің экология және табиғатты пайдалану жөніндегі комитетінің еліміздің мұнай-газ саласын дамыту тақырыбындағы отырысын өткізу жоспарланған. 8 қазан сәрсенбі күні Мәжіліс спикері Қабиболла Жакуповтың төрағалығымен жалпы отырысы өтеді. Құрметті журналистер, сіздер осы туралы толық ақпаратты парламент палаталарының баспасөз қызметтерін алуларыңызға болады. Үкімет бағыты бойынша 7 және 8 қазанда электронды үкімет жағандық форумы өтеді. Басты тақырыбы тұрақты даму мақсатындағы ақылды басқару, жүйелік қоғамды әріптестіктің жаңа мүмкіндіктері. Форумда электронды үкімет дамытуының келешегі талқыланатын болады. Бұл жиынға біз еліміздің премьер-министрі Карим Қажымұханұлы Масимовтың және шетелден 70 мемлекет келген сарапшылар қатысады деп күтіледі. Құрметті әріптестер, форум алаңында шетелдік қонақтардың қатысуымен орталық коммуникация қызметінің арнайы брифингді өтетін хабарлаймын. 9 және 10 қазанда Астанада инвестициялар және даму министрлігін Қазақстан машина жасау одағымен бірлесіп Қазақстан машина жасаушыларын 2 форумы өтеді. Форумның басты тақырыбы Қазақстандағы машина жасау 2015-2019 жылдарға арналған индустрияландыру бағдарламасында. Машина жасаушылар форумның жұмысы туралы толық ақпаратты орталық коммуникация қызметінің арнайы брифингінен біле аласыздар. 8 қазанда Қазақстан Халқы Ассамблеясы этнаралық және конфессияаралық қатынастардың өзекті мәселелері жөнінде семинар-тренинг өткізеді. Семинарға зерттеуші ғалымдар, жоғары оқу орындарының өкілдері қатысады. Өздеріңіз білесіздер, елбасымыз жарлығымен 2015 жыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының жылы болып жарияланды. Және осы семинар осы жылды мерекелеуге дайындық аясындағы маңызды шаралардың бірі. Ал енді өңірлік деңгейдегі шаралар туралы тоқталуға рұқсат етіңіздер. Өңірлік шаралардың арасында денсаулық сақтау және әлеуметтік дамыту министрлігінің ғылыми-практикалық конференциясын ерекше атап өткім келеді. Конференция 9 және 10 қазанда Шымкент қаласында өтеді. Тақырыбы педиатрия және балалар хирургиясындағы инновациялық технологиялар. Ағымдағы жылғы 9 және 10 қазанда Мәдениет спорт министрлігі шетелдік тұратын отандастарымыздан қатысуымен халықаралық шығармалық фестивальдарын ұйымдастырады. Құрметті әріптестер, өздеріңізге белгілі 17 жазғы азиялық ойындарының біздің спортшыларымыз 28 алтын, 33 күміс және 38 қола медаль жеңіп 4-ші орын алды. Біз Қазақстанды лайықты дәрежеде көрсетіп, барлық спортшыларымызды құттықтаймыз және оларға жаңа биіктер мен жеңістер тілейміз. Құрметті әріптестер, біз сіздерді Азияда чемпиондарының қатысуымен өтетін орталық коммуникация қызметінің брифингіне шақырамыз. Өткізетін күн мен уақыт туралы Ортком.kz сайтынан қосымша хабарлаймыз.